Қарыз өте ауыр нәрсе. Кейде мен ойланамын, ана жас кезімде бір қалып қойғанда біреуден алып ұмытып қалған тиын тебендер жоқ па деп ойланып жатасың. Енді жас кезінде адам алаңғасар болады ғой. Бірақ мына қарыз ол есіңе түссе қайтаратын нәрсең. Ниетің болса сен қайтарасың. Адам өліп қалса да артындағы ұрпақтар егер қайтаратын болатын болса, одан құтылады марқұм. Баласы қайтарса, не болмаса туған туысқандар қайтарса. Осы қарыздан да ауыр нәрсе бар. Ол мына ғайбат, өсек бар ғой. Соған біз көңіл аудырмаймыз. Ол ең қорқынышты нәрсе ғой. Мына қанша білетін адамдар айтып жатыр, көңіл аудырмаймыз. Ана бір неменеге бір кішігірім қатым сияқты неменде болдым осы былтыр қалада. Сонда бір әйел адамға таң қалдым. Ана кісі деген бар ғой, сыпылдатып жамандап отыр, ана білетін қасындағы отырған адамдар бірге тұратын болу керек. Сол көрші маңайдан бекен бір кісіні айтса, ой, қойшы соны деп талай жерге апарып тастайды. Тағы біреуді басса ешкімге сөз бермейді. Тағы біреуді айтса, оны да апарып тастайды. Ой, ол былай, ол жүрген жүрсе солай емес бұның деп. Сыпылдап, жамандап отыр. Кәдімгідей ғайбаттың көкесін көрсетіп отыр ғой. Бір адам қалмады ғой жамандамаған. Құдай сақтасын, ана кісінің қасында отыруға невозможно. Мен айтам, мына ғайбат, өсек, мына ғалымдардың сөзіне құлақ асу керек қой. Адамды құртатын, бұл дүниеде де, о дүниеде де құртатын нәрсе ғайбат қой. Сен қарызды қайтарып бересің, апарасың да кешірім сұрайсың да бересің. Ал сен ана ғайбаттайсың біреуді, жамандадың, жаңа сыпылдап, соны барып, оның ғайбат қайту үшін ол кісі ақысы ғой. Аллах ешқашан кешірмейді оны сенен. Шахидқа да кісі ақысын кешірмейді, ғайбатты. Аллах тағала. Ана кісі, кімді сен жамандадың, сол адам сені кешірмей, оны ешкім кешірмейді. Сен о дүниеге көтеріп кетесің. Өйткені біреуді жамандап, содан кейін ертеңде барып, сен кешір, мен қанша халықтың көзінше сені жамандадым, сені ит дедім, сені өтірікші дедім, сен мақтаншақ деп, бәленбай дедім, түгенбай дедім деп айтасың ба? Ол өте ауыр нәрсе ғой. Ол ана ақыретті мықты білетін, о дүние барғанда ғайбаттың не екенін білетін адам ғана барып кешірім сұрай алады. Бірақ ол оны білетін адам, ғайбаттың ауырлығын, өсектің ауырлығын білетін адам, ол ешкімді жамандамайды. Білмейтіндер жамандайды. Содан кейін жамандағаннан кейін, ғайбат айтқаннан кейін олар ешқашан кешірім сұрамайды барып. Соны көтеріп арқалап кетеді. О дүниеде барлық сауабынан жұрдай қылатын, тозаққа кәдімгідей сүйрейтін, сенің екі қолтығынан сүйреп апаратын сол өсек пен ғайбат отқа лақтыратын. Вот біз соған көңіл аударуымыз керек. О қарыз ауыр рас, бірақ ғайбат пен өсек одан да ауыр. Бір жігіт жазыпты. Мен бір досым бар еді, бірге оқыдық орта мектепте. Білімі де орташа болды, менің сияқты үшке оқыдық дейді. Көп сөйлемейтін адал жігіт дейді. Қазірде орташа тұрады, жанұясы бар, бала шағасы бар дейді. Мен бірақ ИП ашып, кішкене көтеріліп алдым. Техника да бар, қаражат та бар. Бір нәрсеге таң қалам дейді. Ойлап отырсам, сол жігіт менен қанша араласып жүрміз, бір рет ақша сұрап көрмепті дейді. Не басқаша көмек сұрап көрмепті дейді. Содан кейін бір күн таң қалып, әдейілеп бардым дейді. Сен осы менен қанша дос болып жүрсек те түкте сұрамапсың не? Сен немене принципиально сұрамай жүрсің бе өзін деп айттым дейді. Анда мені намыстанып жүрсің бе менен бірдеме сұрауға? Елдің бәрі сұрайды, ақша да сұрайды, техника сұрайды, көмір сұрайды, шөп сұрайды. Сен түкте сұрамайсың менен. Деп ренжідім дейді. Қайда қысылып жүретін көрем ғой дейді. Ол жігіт айтты, жоқ, мен принципиально емес, намыстанған емес, мен жалпы сенен ғана емес, ешкімнен еш нәрсе сұрамауға тырысамын дейді. Немене бар, соған разымын деп. Соны мен айттым, енді тұрмысын жөніне болсаңшы, сұрамасаң. Менен сұрамасаң, оны тұңғырманы Құдайдан сұрасаңшы, Алладан сұра.
Немене сұраймын дейді. Мен айтамын, үй сұра, үйің ескі ғой сенің. Жоқ, мен үй сұрамаймын Алладан дейді. Неге сұрамайсың? Үй аламын дейді. Мен таң қалып бетіне қарадым дейді. Қалай үй аласың? Енді көп адамдар үйсіз жүр ғой дейді. Үйсіз, күйсіз, бала шағасымен қаңғып жүргендер бұл квартирада. Менде басымда үй болып тұр, үй алмай қызармай қалай мен сұраймын дейді. Аға сен естіп дейді, ана жігіт шын айтып тұр дейді. Қарадым дейді. Екеуміз бірімізге біріміз қарадым, шын айтып тұр дейді. Онда көлік сұрадым деп айттым дейді. Жоқ, көлікте сұрамаймын. Жаман ба, жақсы ма, мен жүгірейін бар. Біреулерде велосипедте жоқ, жаяу жүреді көбі. Соны көре тұра, біле тұра мен неменеге сұраймын? Қай бетімен сұраймын? Менде көлік бар, тағы да көлік бер деп сұраймын ба? Жоқ, мен сұрамаймын. Ондай дейді. Мен Алладан ұяламын дейді. Не деген адам деп анаған таң қалдым дейді. Соны сізге айтайын деп хабарластым ғой дейді. Мен айтам, анандай дос, ол достан айырылма. Ақыреттік дос ол. Ақыреттік дос. Мына дүниенің досы емес ол. Бас пайдасы үшін жүрген дос емес ол. Ондай доста айырылма сен. Ол нашар оқыды деп отырсың ғой үші. Ол өте білімді жігіт екен. Аллах тылсым дүниеден оның жүрегіне ілім салып отыр. Ол біз білмейтін көп нәрсені біледі. Жүрегіне қанағат сақ қойған ғой, сабыр сақ қойған ғой оны. Бар, Құдайға шүкір, ондай адамдар. Аллах нәсіп еткен екен бұл жігітке дос болуға. Ондай достан айырылмау керек. Қазір 100 мыңнан біреу, миллионнан біреу кездесетін шығар ондай адам. Міне, мынау дән. Тары сияқты. Мына о дүниеге барғанда ақыретте ең көп қорлық көретін адам мына тәкаппар адам екен ғой. Ең көп қорлық көретін. Ана бойында, жүрегінде тарының үлкендігінде ғана тәкаппарлық бар адам, тарының жаңағы сияқты кішкене дән. Соның үлкендігінде тәкаппарлық бар адам дейді. Азап көрмей, қорлық көрмей дейді. Жәннатқа кірмейді дейді. Өйткені Аллах тағала тәкаппар мен мақтаншақты жек көреді. Ол Құранда айтылған. Соны білеміз, біле тұра бойымызда тәкаппарлық көбімізде. Оны өзіміз сезбейміз, бірақ сыртынан көрініп тұрады. Мына өзің зор санайтын адамдарды Аллах тағала қорғалады. Сен зормын дейсің, Аллах тағала сені қорғалады. Мына Мәулана Руми деген данышпан бар, сол кісі айтады. Сен өзіңді зор санама дейді. Сен қандай зормын деп ойласаң да дейді, өлгенде сен ана кішкентай яшікке табытқа сиіп кетесің дейді. Қап тауындай дейді, қап тауы бар, үлкен тау. Содан да зормын деп санасаң сен одан, бәрібір өлгенде сен ана табытқа сиіп кетесің дейді. Оны енді өзіміздің көзімізді көріп жүр ғой. Мына талай ер азаматтардың барлығы немереге барады ғой, адам жерлеуге өлгенде. Адамдар өліп жатыр, кетіп жатыр, барамыз, жерлейміз. Сонда не бір тәкаппар адамдар неменеде бүрісіп жатады. Биліктің басында болған адамдар, бай адамдар, басқаларға менсінбей тәкаппарлықпен өзін жоғары санаған, зор санаған не бір адамдар бүрісіп, жаланып, 1-2 метр шытқа оранып, қабірдің түбінде жатады ғой, бүрісіп. Кім болсын, қандай өзін зор санаған болсын. Барлығымыздың баратымыз жер сол ана қабірдің бұрышындағы қазылған лақат дейді ғой. Сонда бүрісіп жатқан талай көрдік қой. Барлығымыздың баратын жеріміз сол. Құрт құмырсқаға жем боламыз. Сондықтан тәкаппарлықтан сақ болуымыз керек. Өйткені Аллах анық айтқан, мен тәкаппарлар мен мақтаншақтарды жек көрем деп. Өйткені тәкаппар адамнан көп зиян. Мақтаншақтықта ол өте жаман нәрсе. Көп күнәні Аллах тағала мақтан үшін істейді. Мен осындай деп айтса екен деп, халық көрсін деп, халық мені мақтасын деп, көп нәрсені сол мақтан үшін істейді. Ал біз тек Аллахтың разылығы үшін істеуіміз керек.